Қыздар, әріптің цветін қалай өзгертесіздер? Мінекей Studio деген приложение, бұрынғы аты Over ғой. Studio деген приложение басып аласыздар, айфонға да андроидқа да бар. Сосын плюсты басасыздар. Image деген тұрады, кіресіздер. All Photos деген басасыздар. И жаңағы скачать етіп алған. Мінекей ақ әрпімізді аламыз. Ақ болсын, қара болсын, көк болсын, любойын. Үстін осылай басасыздар. Әріптің былай үстін басқан кезде осылай функциялар шығады. Edit деген изменить, соған кіресіздер, астынан функция шығады. Осы әріпке қатысты тинт деген кіресіздер, не тинт. Сосын off деп тұрады, соны кіресіздер, не color. И любой цвет, мысалы бізге қара керек, қара. Басқа түске де істеуге болады. Розовый, қызыл, жасыл, бізге именно қазір қара керек, қараны басамыз. Бірақ бұл жерде кішкене неправильный қара болып тұр, ол үшін opacity-ға кіреміз. Opacity деген прозрачность деген ғой. Соны бүйтіп көбейтеміз, 100-ге қоямыз. Все. Галочканы басамыз, бізде дайын әріпіміз. Тура солай, без фона сақталады, стрелка save деген басасыз, все галереяңызда тұрады.